Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге ақ қосылған творожный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен творогымызға шекер қосамыз, ванилин қосамыз. Бар болса қоссаңыздар болады, қоспасаңыздар да болады. Және 2 жұмыртқамызды және мақ қосамыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Міне салмасын дайындап қойдық. Енді қамырына ұнның үстіне 1 шай қасық разрахитель, шекер және бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, крошка жасаймыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осылай бәркелкі крошка шығу керек. Міне дайын болды. Енді жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқамызды бірден салып жүрмейміз, бір-бірлеп қосатын боламыз. Осылай араластырып қана шығамыз. Міне, екінші жұмыртқамызды салдық. Енді осылай араластырып шығамыз. Болды өзі. Осылай дайын болады. Міне дайын болды. Енді табамызға үстіне қағазымызды төсеп, жабыспас үшін сөйтіп жаңағы крошка жасаған қамырымызды саламыз жартысын. Жартысын алып қаламыз, бетіне саламыз. Енді салмасын саламыз ортасына. Жақсылап міне жайып алып, осылай. Жайып алдық. Енді үстіне осы крошка жасаған қалған қамырымызды осылай жайып шығамыз. Қатты бас шірмеңіздер. Осылай легкий жая қоясыздар. Міне дайын болды. Енді үстіне сахарный пудрамызды сеуіп, сөйтіп кесе береміз. Дәмі өзгеше, басқаша болып шықты. Үйде оп-оңай өздеріңіз жасай берсеңіздер болады. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет.